Мына ұйқыға кеткен алдында сендерге бір керемет аңдар туралы ертегі айтып беремін. Ерте кезде мына аңдардың патшасы арыстан екен. Бірақ арыстан алып қапты. Сол бәрі аңдар келіп, мына арыстанға қалын сұрап сөйтіп кетіп жатыр екен. Бірақ түлкі келмепті. Сонда бір кезде қасқыр айтады екен: Асеке, бәрі келіп жатыр, түлкі келген жоқ деп. Сол кезде түлкі ақырын ғана құйрығын бұлаңдатып: Асеке, бұлар сіздердің тек халыңызды ғана сұрайды екен. А мен сіздің сол ауруды қалай емін табуын соны байқап, соны қарап жүрмін деп айтады екен. Сосын қандай ем екен дейді. Сізге мына аурудан жазылу үшін ешектің миын жеу керек екен дейді. Ол ешекті мен қайдан табам дейді. Қам жемеңіз Асеке, оны да мен ойлап жүрмін деп айтады екен. Сөйтіп ақырын түлкі ауыл жаққа барады. Енді есектер ауылда болады ғой. Ауылда олар жұмыс істейді, кісілерді тасиды. Барса, бір көлдің шетінде бір есек жайылып жүр екен. Сол есектің жанына барып: О, есеке, қалыңыз қалай, қал жағдайыңыз қалай? Сонда есек айтады: О, қалды, немене сұрайсың? Күні бойы міне жұмыс істеп келіп едім, міне жерде шөп те жоқ, бәрі басылып қапты деп көрмейсің бе, қандай мен азып кеткенімді деп. Сөйтіп, сонда түлкі айтады: О, есеке, мен ана шөптің қалың жерін, көк шөп, сондай дәмді тәтті, сондай жерді білем депті. Оған мен қалай барам депті есек. Онда дейді, сіз менің артымнан жүре беріңіз деп, соны ана арыстанға әкелмекші болады. Бірақ арыстанға кетерде айтады екен: мен ешекті жаныңызға алып келем, сіз тек көрісімен тек бастан бір періп оны өлтіріп, сосын несін миын жейсіз депті. Сөйтіп ешекпенен түлкі келе жатып, бір уақытта сол арыстанға келеді. Арыстан ешекті көре салысымен басынан бір переді. Сол кезде ешек өліп қалады. Сосын енді миын жейін десе, түлкі айтады: Жоқ Асеке, мына миды жеудің алдынан бұл ем болсын деп ойласаңыз, ана жақтағы бір көлге барып шомылып келіңіз дейді. Сөйтіп аңқау арыстан жүгіріп кетеді. Жүгіріп ана көлге шомылып атқан кезде түлкі ешектің миын тесіп, шекесін тесіп, миын сорып жеп қояды. Бір уақытта арыстан келіп, қақ жарып, ананың басы екі бөлініп, қараса миы жоқ. Сонда айтады: Ай, мынаның миы қайда дейді. Асеке дейді, бұл ешектің миы болса, бұл осында келер ме еді дейді. Сол міне осындай сендерге қандай айлакер түлкінің қандай іс істеді, соны сендерге осындай ертегі айтып бергім келді бүгін.